Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі видеода біз Arduino'ға светодиодты жалғайтын боламыз. Достар, айта кеткендей, бүгінгі видеода біз Arduino'ға жарық диодын жалғайтын боламыз. Кейінірек Arduino бойынша бірінші сабақтан бастап көптеген сабақтардың бөлімдерін шығаруға тырысамын, ал қазір уақытша Arduino'дағы схемаларды түсіретін боламын. Arduino'ға жарық диодын қосу үшін бізге макеталық тақта, светодиод, резистор 220 Ом және де бірнеше перемычкалар қажет болады. Ендеше светодиодтың полюстерін анықтайық. Светодиодтың анод және катод деген екі полюстері бар. Анод бұл плюс, катод бұл минус. Анодтың контакт таяқшасы сәл ұзынырақ болады. Бізге енді резисторды орналастыру қажет. Резисторды біз кедергі деп білеміз, яғни кернеуді азайту барысында қолданамыз. Arduino'дан шыққан кернеу 5 вольт, ал ол тым көп және жарық диоды ондай кернеуден жанып кетеді. Жарық диодына 2,13 вольт кернеуі керек. 5 минус 2,13 тең 2,17 вольт. Сондықтан резисторға 2,17 вольт кернеуі түсу керек. Дәл осы жарық диоды 20 миллиампер тоқ күшін пайдаланады. Енді кішігірім есеп құрастырайық. Кедергіні табу үшін кернеуді тоқ күшіне бөлу керекпіз. Яғни 2,17 вольтты 0,120 ампер күшіне бөлеміз. Сондағы 135 Ом кедергісі шығады. Дегенмен 135-тен 100 Ом кедергісі аралығындағы резистор қойға болады, бірақ одан кедергісі азырақ резисторды қойға сіздерге мен кеңесімді бермеймін. Мен мысалы 135 Омнан көбірек резисторды қоямын. Ол 220 Омдық резистор. Себебі ол барлық наборларда бар және 220 Омдық резистор кеңінен таралған. Енді светодиодтың плюс контактын Arduino'дағы сандық 10-шы пинға жалғаймыз. Светодиодтың минусын Arduino'дағы GND, яғни ground разъемына қосамыз. Ол дегеніміз минус. Ал міне достар, бізде осындай оп-оңай скетч шықты. Осы скетчті сіз өзіңіздің Arduino'ңызға жүктеу керек боласыз. Осы скетчті мен осы видеоның астындағы сілтемеге қалдырамын. Оны көшіріп өзіңіздің программаңызға көшірсеңіз болады. Бірақ егер сіз енді ғана бастасаңыз, сізге өзіңізге жазуға кеңес беремін. Достар, біздің скетчімізде айтпақшы эксперимент жерде бар. Бұл біздің скетчімізде 2 delay деген жері бар. Бірінші delay ол қосылған уақытты кезінде 1000 деп тұр. Ол миллисекундта, яғни 1 секунд. Сонда 1 секунд жанады. Екінші delay ол өшкендегі күту уақыты 1000 деп тұр, ол да 1 секунд. Сонда біздің светодиод 1 секунд қосылып, 1 секунд өшеді. 1 секунд қосылып, 1 секунд өшеді. Ал егер видео ұнаса, арнама тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер.